Бәріңізге сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін мен компот қайнатқанда қалып қойған кептірілген жемістерден мынадай печенье жасадым. Яғни бұны ұйғыр халқы қақсамса деп те атайды. Кептірілген өріктерден де жасайды. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ең алдымен 600 грамм ұнға 1 шай қасық ас содасы және 1 шай қасық қосылтқыш саламыз. Және шым-шымдап тұз салып, алдымен араластырып аламыз. Содан соң қант қосамыз. Араластырып аламыз. Содан соң бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды салып, алдымен ұнға араластырып аламыз. Содан соң қаймақ қосамыз. Және 2 тал жұмыртқаны қосып, қамырды жұмсақтап илеп аламыз. Қамырды илеп болып, салапамен орап, тұндырып қоя тұрамыз. Оған дейін салмасын даярлаймыз. Салмасына жаңағы компот қайнатқанда қалған жемістерді, ішіндегі өріктердің сүйегін алып тастап, өзімізге ұнамаған жерлерін алып тастап, тазалап аламыз. Енді жаңағы тазалап алған жемістерді блендердің көмегімен езіп аламыз. Менде осындай салмасы дайын болды. Енді қамырды ас тақтайға алып, тең 2 бөлікке бөліп аламыз. Содан соң бір бөлегін домалақтап, салапамен орап қоя тұрып, енді бір бөлегін оқтауменен жұқалап отырып жайып аламыз. Қамырды бір келкі қылып жұқалап жайып алған соң, дөңгелек формалармен кесіп аламыз. Үлкен кішілігін өз қалауыңыз бойынша кесіп аласыздар. Банкының өзімен немесе кеселердің өзімен кесіп алуға да болады. Содан соң салмасын салып, жақсылап отырып, жапсырып, шетін осылай көріп отырғандарыңыздай әсемдеп шығамыз. Содан соң қантқа басып шығамыз бетін. Қант кесектеу, кристалды қант болған жақсы, сонда тіпті әдемі көрінеді. Жаңа бірінші кесенің аузымен кескен едім, сәл үлкен болып кеткен екен. Кішірейтіп кесіп алдым. Менде осындай болып шықты. Енді қызып тұрған духовкада 180 градуста қызартып пісіріп аламыз. 20 минут шамасында пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.